Сәлеметсіздер ме, менің сүйікті шәкірттерім? Математика сабағына қош келдіңіздер. Сабаққа дайынбыз ба, балалар? Олай болса, сабақты бастаймыз. Бүгінгі кезектегі тақырыбымыз төмендегідей. Теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шешу деп аталады. Ал бүгінгі сабақта біз не меңгеруіміз қажетпіз? Біріншіден, әріптердің берілген мәндерін бірнеше айнымалысы бар өрнектермен мәнін табуды үйренесің. Екіншіден, теңдеулерді түрлендіру тәсілімен шешуді үйренесің. Және теңдеудің алгоритмін түсінетін боласың. Іске сәт демекпін. Ал бірінші тапсырмамыз, балалар, біздің өткен тақырыптарды қайталау және ми гимнастикасына байланысты болады. Жақсылап ойланайық, дайынбыз ба, балалар? Ал енді біздің ортақ тақырыбымыз күнде өтіп жатырмыз галактика және күн жүйесі, планета, астрономия туралы айтып жатырмыз. Ал бүгінгі біздің күннің айналасындағы 8 планетамыздағы берілген өрнектер. Осы өрнектерді сіз жақсылап ойланып, ықшамдап, мәндерін жұптастырасыз. Сонда қай жұлдыздың немесе планетаның атауы дұрыс шығады. Ал ойланайық. Ойландық па, балалар? Олай болса, сіздердің жауаптарыңыз өте дұрыс деп ойлаймын. Ал менің жауабыммен сәйкестендіріп көрейік. 84А Уран, 30А Нептун, 40А Шолпан, 16А Жер, 18Х қосу 2 Марс, 240Х Юпитер, 84Х азайту 4 Меркурий, 72Х Сатурн. Өте тамаша, өте қуаныштымын. Ал енді балалар, бүгінгі тақырыпты және де кешегі өрнектерді қайталау мақсатында видео тамашалайық. Санды өрнек арифметикалық амалдардың таңбаларымен біріктірілген сандар жиынтығы. Мұқият ойланып жауап бер. Қай өрнек санды өрнекке жатпайды? Дұрыс. 38 қосу Х тең 228. Санды өрнек емес. Неге? Өйткені онда сандар мен қосу таңбасынан өзге әріп пен теңдік таңбасы бар. Берілген санды өрнектерде амалдарды орындап, өрнектің мәнін табуға болады. Әріпті өрнектер бір, кейде бірнеше санның орнына латын алфавитінің әрпі жазылған өрнектер. Әріпті өрнекке келтірілген мысалға қара. Әріптің орнына оның мәнін қойып, арифметикалық амалды орындап, өрнектің мәнін табуға болады. Теңдеу. Белгісіз саннан тұратын теңдік теңдеу деп аталады. Белгісіз сан латын әрпімен белгіленеді. Теңдеуді шешу дегеніміз, теңдік дұрыс болатындай белгісіз санның мәнін табу немесе мұндай мәндер жоқ екенін дәлелдеу. 490-ның 70-ке бөліндісіне 39-ды қосқанда 46 шыққандықтан берілген теңдеудің шешімі К тең 70 болады. 70 санын теңдеудің түбірі деп атайды. Теңдеудің түбірін табу үшін амалдар компоненттерінің байланысын білу керек. Теңдеуді шешейік. Х минус 252 тең 301 қосу 11 теңдеуін шешу керек. Сол жағын өзгертусіз көшіріп жазамыз, ал теңдіктің оң жағын ықшамдаймыз. Яғни, оның мәнін табамыз. 301 қосу 11 тең 312-ге. Теңдеуді оқимыз. Х минус 252 тең 312-ге. Азайтудың компоненттерінің өзара байланысын еске түсіреміз. Азайғышты табу үшін айырманың мәніне азайтқышты қосу керек. Х тең 312 қосу 252-ге. Теңдеудің түбірі 564-ке тең. Тексереміз. 564 минус 252 тең 301 қосу 11-ге. 312 тең 312-ге. Теңдеудің оң жағы мен сол жағы тең. Демек,
теңдеу дұрыс шешілді. Ал бүгінгі тақырыпты түсінді деп ойлаймын. Олай болатын болса, берілген теңдеуді арқаратап менімен ілесе отырып, дәптерлеріңізді аша отырып, орындауға болады. Бұл жерде біз ықшамдау принципіне негізделеміз. Теңдеуіміз 3х қосу 2 тең 36. Демек, теңдеудің сол жағын ықшамдап аламын. Бұл жерде ықшамдағанда 3х-ке х-ті қосамын. Не себепті ол 4х шықты? Себебі 2 дегенім 1 мен х-тің көбейтіндісі мәні. Енді жай теңдеуге айналды. Бұл қандай теңдеу болды балалар? 4 көбейту 2 тең 36 немесе көбейтуге арналған теңдеу болды. Демек, компоненттерінен көбейгіш, көбейткіш белгісіз. Егер көбейткіш белгісіз болған жағдайда, көбейтіндінің мәнін көбейгішке бөлеміз. Мәні, демек, теңдеудің түбірі 9. Тексереміз. 3 көбейту 9, қосу 9 тең 36. Теңдіктің сол жағын 3 пен 9-ың көбейтіндісі 27, оған 9-ды қосамыз, 36. Теңдіктің оң жағында да 36. 36 тең 36. Теңдеу дұрыс шешілді. Енді есте сақтайық. Ережені есте сақтап алайық. Қайта қайталайық балалар. Егер теңдеудің оң немесе сол жақ бөлігінде түрлендіруге қажет ететін өрнектер болса, сол өрнектерді біз ықшамдап аламыз. Содан кейін жай теңдеуге айналдырып, оны шешуге болады. Қайта айтамыз. Қайталаймыз, есімізде сақтаймыз. Өте тамаша. Енді, құрметті балалар, келесі бүгінгі негізгі жаңа тақырыпқа, жаңаға байланысы болған теңдеуді қарастырамыз. Бұл жерде кейбір күрделі теңдеулерді біз қосу және азайту, көбейту және бөлулердің қасиеттеріне негізделе отырып шешетін боламыз. Енді сол теңдеуді қарастыратын болсақ, біріншіден, бұл алгоритм деп аталады теңдеудің. Бірінші қадам, теңдеудің сол жағында тұрған өрнекті ықшамдап аламыз. Қосындыдан санды азайту үшін, осы санды қосылғыштардың біреуіне азайтып, шыққан нәтижені екінші қосылғышқа қосу қажет. Енді, міне көрсеңіздер, жай теңдеу шықты. Екінші қадам. Содан кейінгі жай теңдеуді қалай шешеміз? Оны біз ертеден бастап білеміз, арғырай тағыда пысықтаймыз білімізді. Демек, екінші белгісізді бұл жерде қосылғыштың мәнін табу үшін екінші қосылғышты, қосындының мәнінен екінші қосылғышты азайттым. Теңдеудің түбірі тең 12-ге. Тексеремін 38 тең 38-ге. Теңдеудің екі жағы да, сол жағы да, оң жағы да тең. Демек, теңдеу дұрыс шешілді. Ал енді балалар, алған білімімізді өз тәжірибемізді қолданамыз. Дәптерлеріңізге жазып, берілген теңдеуді шеше қойыңыздар. Ал жауаптарыңыз дайын болатын болса, менің шешкен теңдеуіммен салыстырып көріңіздер. Өзіңізді тексеріңіз. Демек, бұл жерде мына бірінші теңдеуді қайтадан мен пысықтап кететін болсам, қосуды санға көбейту ережесін еске түсіреміз. Қалай орындалды? Демек, қосылғыштарға санды көбейту ережесі. Қосылғыштарға санды көбейткенде, қосылғыштарды жеке-жеке санға көбейтіп, көбейтіндінің мәні қосылады. Осылай ықшамдап алып, оны жай теңдеуге айналдырып, сосын мәнін табамыз. Сіздердің де жауаптарыңыз осы теңдеуге сәйкес келеді деп ойлаймын. Ал енді 4-ші тапсырмамыз кезектегі балалар. Мән беріп, зейін қойып оқиық. Есепті теңдеу құру арқылы орындаймыз балалар. Мен сіздерде мұқият оқитын болыңыздар, және мен де дыбыстап оқып берейін. География кабинетіне бір үлкен және бір кішкентай глобус сатып әкелінді. Кішкентай глобус үлкен глобустан 3 есе арзан. Егер оларға 16.000 теңге төленген болса, глобустардың әр қайсысына қанша теңге төленді, немесе глобустардың әр қайсысы қанша теңге тұрады? Жақсылап ойланайық. Есептің шартын біз
міндетті түрде құрамыз және есепті теңдеу құру арқылы шешеміз. Осыны ескеріңіздер, балалар. Ал балалар, есепті шығарып болған болсақ, өзіңізді тексеріңіз. Шешуі 2 қосу 3х тең 16 мың. Демек, бұл жерде теңдеудің сол жағын не істейміз, балалар? Ықшамдап аламыз. Демек, қандай теңдеу шықты? 4х тең 16 мың. Бұл қандай теңдеу? Көбейтуге арналған теңдеу болды. Белгісіз көбейгіш, көбейткіш. Көбейтіндің мәні. Демек, белгісіз бұл жерде көбейткіш. Көбейткіш белгісіз болған жағдайда көбейтіндінің мәнін көбейгішке бөлеміз. Теңдеудің түбірі 4000. Демек, сұраған сұрауымыздың жауабын алдық. Кішкентай глобус 4000 теңге, ал үлкен глобусымыз 12000 теңге тұрады екен. Өте керемет. Сіздер мықты математиксіздер, жарайсыздар, балалар. Ал мен сүйікті шәкірттерім. Енді келесі тапсырмамыз ізденуге, талпынуға, зерттеуге арналған тапсырмамыз. Есеп шығарып шаршаған жоқсыздар ма, балалар? Сіздер мықты математиксіздер. Олай болса, логикалық тапсырмамызды орындауға кірісейік. Логикалық тапсырманы орындаудан алдын өте зейін қойып оқу керек. Бірнеше рет қайталап оқыңыз. Мен де сіздерге дауыстап оқып берейін. 9 жолдың торабындағы құдық басында 9 жолаушы кездесті. Елестеттік пе? Олар бірмен бірі түгел қол алысып, амандасып шықты. 9 жолаушы бірмен бірі қанша рет қол алысып, амандасты, немесе қанша рет қол алысты? Ал жауабымыз дайын ба екен? Олай болса, өз жауабымызды тексерейік. Мысалы, сол 9 адамның ішінде мен бармын. Мен неше рет амандасып шығамын? 8 рет. Одан кейінгі бала 7 рет. Одан кейін 6 рет. Осылай жалғасады да, жиыны, оның түгел қосындының мәні не болады? 36. Демек, есептің жауабы 9 жолаушы бір-бірімен 36 рет қол алысты. Ал, құрметті балалар, осымен сабағымыз аяқталуға жақындап қалды. Енді өзіміздің бүгінге жеткен жетістігімізді қарап көрейік. Демек, біз күнделікті сабақта дескрипторлар арқылы өз жетістігімізді бағалап отырамыз. Сол емес пе? Олай болса, дескрипторлармен танысыңыздар. Өрнекті ықшамдай аламын, теңдеуді ықшамдап шеше аламын, теңдеуді түрлендіру тәсілмен шығара аламын, есепті теңдеу құру арқылы шығара аламын, логикалық тапсырманы орындай аламын. Жалпы 5 ұпай. Егер де сіз 5 ұпайды қанжығаңызға байласаңыз, бүгін сіз өте керемет нәтиже көрсеттіңіз деп ойлаймын. Ал, құрметті балалар, осымен сабағымызды аяқтаймыз. Қош, сау болыңыздар. Сәлеметсің бе? Жаратылыстану сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еліміздің жер бедері. Жер бедері туралы білімімізді сөз жұмбақ шеше отырып пысықтап алайық. Бұл сөз жұмбақты шешкен кезде ерекше бағаннан қандай сөзді оқуға болады? Соны анықтаймыз. Сонымен бірінші сұрақты тыңда. Жағасын 4 мұхит шайып жатқан материкті ата. Егер сен үй тапсырмасын орындаған болсаң, бұны бірден жауап бересің. Бұл материк Евразия. Евразия тағы да қандай ерекшелігі бар? Дүниедегі ең үлкен материк екен. Жақсы, онда екінші сұрақ. Жер бедерінің негізгі түрінің бірі. Ол жазық екен. Жазықтан басқа тау бар.
Енді осы таудың түрлерін атайық. Үшінші сұрақ. Таудың түрлері биік таулар, орташа таулар және қандай? Аласа таулар болады екен. Төртінші, теңіз деңгейінен төмен жатқан құрлық бөлігі. Ол не? Теңіз деңгейінен төмен жатқан құрлық бөлігі ол ойыс. Бесінші сұрақ, жазықтың түрлерін ата. Жазықтың негізгі екі түрі бар. Олар қайсысы? Біреуі төбелі, екіншісі тегіс жазық. Жақсы. Енді соңғы сұрақ. 5 материкпен де шектесіп жатқан мұхитты атайық. Я, сен тапсырманы орындасаң, білесің, бұл Тынық мұхиты. Тынық мұхиты сонымен қатар жер бетіндегі аумағы жағынан үлкен мұхит болып есептелінеді. Сонымен ерекше бағаннан қандай сөз оқуға болады? Әрине, сен оны білесің. Я, бұл біздің еліміздің аты. Қазақстан. Сонымен, бүгінгі сабағымызда біз еліміздің жер бедерінің ерекшелігімен танысамыз. Сондай-ақ таулы, жазықты, тағы түрлі пішінді жер бедерлерінің атауларын білеміз. Біз бүгін Қазақстанның физикалық картасымен жұмыс істейміз. Сен картамен жұмыс істеуді білесің ғой? Әрине білесің. Енді тек көкжиек тұстары осы картада қалай белгіленетінін бір рет пысықтап алайық. Солтүстік картаның жоғары жағында, оңтүстік төменгі жағында, ал шығыс және оң жағында батыс болады. Сонымен картаға назар аудар. Егерде байыптап қарасаң, физикалық картада түрлі түстер бар. Мысалы, жасыл, сары, қоңыр. Картадағы қоңыр түстерге назар аудар. Қоңыр түспен тауды белгілейміз. Тау неғұрлым биік болған сайын, бояу да қоюлана түседі. Кәне, сондай қою қоңыр бояу қай жерде бар? Ол біздің еліміздің шығысында бар. Сонан кейін оңтүстік шығыста бар. Осындай түстер. Бұл жердегі таулар ең биік таулар екен. Енді біртіндеп бұл таулардың бояуы, бұл бояулар ақырындап ашық қоңырға, одан біртіндеп сарыға айнала береді. Сонан кейін солтүстікте, оңтүстікте, одан батысқа қарай жасыл түске, тіпті мына Каспийдің маңайында қою жасылға айналады. Міне осыдан қандай қорытынды жасауға болады? Бұдан біз Қазақстанның жер бедері шығысында биік, біртіндеп орталығына қарай, одан кейін батысына қарай төмендейтінін байқадық. Сонымен қатар солтүстікте де жердің бедері төмен екен. Енді осы туралы ары қарай нақтырақ айтайық. Қазақстанның жер бедері алуан түрлі. Егерде жер пішіндерін ойлап қарасақ, жер бетінде кездесетін барлық пішіндер Қазақстанда кездеседі. Мысалы, ойыс та бар, жазық та бар, тау да бар, төбелер де кездеседі. Жаңағы картада жасылмен боялған бұл жазықтарды біз Қазақстанда Каспий маңы ойпатынан, Тұран ойпатынан, Батыс Сібір жазығынан кездестіреміз. Олар бұрын кеуіп қалған ежелгі теңіз бен көлдердің орындарында пайда болған екен. Еліміздің жерінің көп бөлігін үстірттер мен қыраттар алып жатыр. Олардың беті тегіс, кейде белесті, ал кей жерлері тіпті құлама беткейлерде болады екен. Сонымен біздің еліміздегі үстірттер, ол өзі де үстірт деп аталатын үстірт, торғай және бетпақдала. Қазір картадан олардың қай жерде орналасқанын көрейік. Үстірт Каспийдің шығысында орналасқан. Енді торғай. Торғай үстірті Қостанай облысында, міне мына жердегі сарғыш бояулар Қостанай облысында орналасқан. Келесі бетпақдала. Бетпақдаланы міне мына жерден көре аламыз, өйткені бетпақдала Балқаштың батысына қарай орналасқан бетпақдала үстірті.
Картада жасыл бояудың үстінде сарымен немесе қоңырқай бояумен қыраттар белгіленеді. Осы қыраттардың қатар-қатар тізіліп келген кезде бірігіп аласа тауларды құрайды. Міне осындай аласа таулар Мұғалжар, Маңғыстау, Сарыарқа деп аталады. Қазір картадан олардың орнын көрейік. Маңғыстау таулары Маңғыстау түбегінде орналасқан. Ол міне бағана көрсеткен үстірттің оңтүстік жағы. Келесі Мұғалжар. Мұғалжарды бірден көзге түседі. Міне Ақтөбе деп жазылып тұрған жерде сарғыш бояу. Бұл Мұғалжар аласа таулары. Сарыарқа орталық Қазақстанда үлкен орынды алып жатыр. Ол ежелгі мүжілген таулы өлке. Батыстан шығысқа қарай 1200 километр жерге созылып жатыр. Оның биік таулары Ақсоран, Қарқаралы, Шыңғыстау, Ұлытау, Баянауыл, Көкшетау өте көркем жерлер. Еліміздің территориясының аз ғана бөлігін 10%-дайын ғана биік таулар алып жатыр. Оны біз сабақтың басында байқадық. Ол біздің еліміздің шығысында және оңтүстік шығысында орналасқан. Олар Тянь-Шань таулары, Жоңғар Алатауы, Алтай таулары және Сауыр Тарбағатай таулары. Қазір картадан олардың орнын көрейік. Енді осы биік тауларды картадан көрейік. Біз сабақтың басында бақылаған қоңыр түсті бояулар шығыста және оңтүстік шығыста. Шығыс Қазақстанда орналасқан Алтай тауы, Сауыр Тарбағатай таулары, одан кейін оңтүстік шығыста Жоңғар Алатауы және үлкен тау жүйесі Тянь-Шань таулары. Тянь-Шань тауының Хан Тәңірі шыңы біздің Қазақстанымыздың ең биік нүктесі екен. Оның биіктігі 6995 метр. Бұл шың үшкір пирамидаға ұқсаған алыстан көз тартып өзіне қызықтырады. Және бұл шың туралы түрлі аңыздар, ертегілер бар. Мысалы, оны жергілікті халық Хан тау немесе Тәңір тау деп те атайды. Егер біз Қазақстанның ең биік нүктесін атасақ, тағы бір рет Қазақстанның ең төмен нүктесінде атап өтейік. Ол Қарақия ойысы. Ол Маңғыстау түбегінде орналасқан. Оның тереңдігі 132 метр. Міне осындай табиғаттың кереметтері, ғажайыптары біздің жерімізде өте көп. Соның бірі Шарын шатқалы. Шарын шатқалының ұзындығы 154 километр. Ол Алматы қаласынан 195 километр жерде орналасқан. Оның түбінде Шарын өзені ағып жатыр. Сен оның әдемілігін видеодан көре аласың. Жақсы, сонымен біз оқығанымызды бір ойын арқылы бекітейік. Ойын Негеш пен Эврика қайда деп аталады. Сен бұл кейіпкерлерді білесің, бұл біздің оқулығымыздың кейіпкерлері. Енді оларды мен Қазақстанның картасының бетіне орналастырдым. Ал сен олардың қай жерде тұрғанын анықтауға тырыс. Міне, бірінші Негеш тұрған жер. Міне мынау Каспий теңізі. Эврика тұрған жер, ол Арал теңізі. Екеуінің де тұрған жері жасылмен боялған. Бұл қай жер? Кәнеки, көрейік. Негеш тұрған орын Каспий маң ойпаты, ал Эврика тұрған жер ол Тұран ойпаты. Ол жазықтар екен. Келесі, Негеш пен Эврика қайда орналасқан? Кәне, бақыла, қандай түс картада? Негеш Балқаш көлінің батысына қарай, ал оның жоғар жағында Эврика тұр. Кәне? Сен дұрыс айтасың. Сарыарқа аласа тауларында Эврика орналасқан, ал Негеш бетпақдаланың үстіне орналасқан. Келесі. Негеш пен Эврика қайда? Негеш пен Эвриканы сен бірден таба аласың деп ойлаймын. Өйткені олар қоңыр бояулардың үстіне орналасқан. Негеш тұрған жер қайтау, ал Эврика тұрған жер қайтау. Кәнеки тексеріп көрейік. Негеш Алтай тауына, ал Эврика Тянь-Шань тауына орналасыпты. Міне осындай ойынды өзің ұйымдастырып,
үй ішіңмен ойнауға болады. Сонымен бүгінгі сабақта оқығандарымызды қайталайық. Біз тауларды Тянь-Шань, Алтай, Жетісу және Сәуір Тарбағатай тауларын, Аласа тауларды, Сарыарқа, Мұғалжар, Маңғыстау тауларын білдік. Сонымен қатар қыраттар мен үстірттер, үстірт, Бетпақ-дала және Торғай, ал жазықтарды білдік. Ол Батыс Сібір, Тұран және Каспий маңы ойпатындағы жазықтарды үйрендік. Сонымен бүгінгі сабақта біз оңтүстік шығысы таулы, солтүстігі батысы және орталығы жазық екенін білдік. Сонымен қатар сен аласа таулардың, биік таулардың, үстірттердің, жазықтардың атауларын білесің және картадан таба аласың. Бүгінгі сабақта алған білімің саған пайдалы болды деп ойлаймын. Сау бол, келесі сабақта кездескенше.